Мен күйеуім ешқашан магазиннен жұмыстан келе жатып нан ала салу деген жоқ. Себебі бірақ нәрсе себеп болды. Бір далаға шығып жұмысқа бара жатсам, әдемі кәдімгі костюм шалбарын киіп алған, галстугын тағып күшті азамат жұмысқа бара жатыр. Ол семьясын асырауға кетіп бара жатқан адам ғой. Күнде таңертең 6:30-да тұрып, қолында мусор пакет туф деп қоямын ғой. Тым жараспайды мына бала. Дұрыс, ол жақсы, может сен қазір ойыңмен қарсы болып жатқан шығарсың маған. Ойшы бұл семьяға керек, семьяның нәрсесі онда тұрған не бар, жұмысымен, беделімен, бірақ семьяға келгенде барлығы бірдей деп ойлайтын шығар көп қыз келіншектер. Бірақ менің ұстанымым осындай болды. Мен күйеуіме ешқашан мусор ұстап шықпайсың дедім. Ренжіме, мен өзім бір қолымда бала болып, екінші қолыммен мусор лақтыру мүмкін, бірақ сен ондайға бармайсың деп үйреттім. Ер азаматтар ол мемлекетті ұстап тұрған адамдар. Ол бір семьяға өзін тең естіріп қоюға болатын шығар әйелдер, бірақ бір әр семьядан үлкен мемлекет пайда болады, олай басып тастауға болмайды. Бала тәрбиесіне де толық тәрбиені өз қолыма алдым, үй шаруасында да өзіме алдым. Одан жаман болған жоқпын. Күйеуім өсті, жақсы табыс тауып жатыр, ел алдында мақтанатын азамат, мен ғана емес бүкіл қазақ мақтанатын азамат. Балаларыма да айтып отырамын, сенің әкелерің бұндай әке ешқайда жоқ деп. Біз ұрысамыз, бірақ балаларға ешқашан көрсетпейміз. Бірімізге ренжіп сөйлеспей тұруымыз мүмкін, бірақ балалардың көзінше ештеңе білдірмейміз. Қазір халықта жасыратын ештеңе қалмады, сөздің шыны керек. Отбасымызда отқан жағдайды кішкене бір жігітіміздің абыройы үшін деп кішкене бір сабырлық сақтап келіп едік, халықтың арасына шығып кетті. Мөлдірге жаман нәрсе жаза бермеңіздерші, күйініп кетуі мүмкін. Қыз баласын қазақ атам айтады ғой, қыз балаға тимеңдер дейді. Қыз баланы қолдаңдар дейді. Ал сендер аласыңдар да жаңа өткендегі маған жазғандарың өте береді мал деп. Бұл кісі ондай жазбаңдар. Болмайды. Қызды қолдасаңдар, бұл творчествоға келіп жатыр. Тәй-тәй басып шала береміз, айналып келіп шала береміз. Мінекей. Мынандай сөз бар ғой, жаным ау. Сен назло, әлі жарқырайсың, киноң да атады, бәрі атады. Өмірде бәрі күшті болады. Жаным, жылама. Жыламаш. Менде жылатасың қазір. Азын аулақ, сынақ, ауру болып тұр, білем. Бірақ Алла тағала бәрін реттейді. Жылама.